Армысыздар, сіздермен Киномен. Бүгін біз Тірі өліктер хикаясының екінші маусымына шолу жасаймыз. Жалғас әдеттегідей 2000 лайк жиналғанда арнаға шығады. Сондықтан лайк басып арнаға тіркеліп комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Және Telegram арнаға тіркеліп кетіңіз. Ал біз бастаймыз. Ходячие мертвецы. Бірінші бөлім. Рик сол бір Морганмен байланысуға тырысып, рациямен болған жағдайды баяндауда. Не болса да, олар үміттерін үзбей әрі қарай сапарларын жалғастырмақшы. Форт Беннингке жол тартқан жолаушылар жолда кедергіге тап болады. Жолда көптеген көліктер кедергі жасап қаптап тұр. Олардың жанармайлары аз болғандықтан тіке жүруді ұйғарады. Осы сәтте жүк көлігі қайта бұзылады. Көлік жөнделгенше олар керек жарақтарын іздемекші. Әрине бұл өте қауіпті. Өйткені тірі өліктер жан-жақта қаптап жүр. Олар тым көп болғандықтан топқа үн шығармай жасырынуға тура келеді. Қолынан жарақат алып, көп қан жоғалтқан Тидокты Дэрил құтқарып тірі өліктер көшінен аман өтеді. Бәрі бітті-ау дегенде Керолдың қызы София өліктен қашып орманға бас сауғалайды. Атыс таусы шықса өліктер қаптайды. Сондықтан Рик өліктерді басқа жаққа кету үшін қызды жасырып өзі әкетеді. Екеуін жайғастырған ер адам қызды жасырған жерден Софияны таппайды. Қалғандары көліктерді жолдан алып, жолда ашып жатқанда Рик пен Дэрил қызды іздеуде. Өз-өзін жоғалтып жүрген Шейн болса басқа бағытпен кетуді ойлауда. Рик пен Дэрил кеш батқандықтан көліктерге қайта келеді. Олар таң ата іздеулерін жалғастырмақшы. Таң ата топтың көп бөлігі қаруланып қызды іздеуге шығады. Біраз ізденістен кейін өзін кінәлі сезінген Рик өзімен Шейн мен баласы Карлға қалуға рұқсат беріп, қалғандарын көлікке қайтарады. Үшеуі орманды кезіп жүргенде алдарынан бұғы шығады. Карл жуас жануарға жақындай бергенде аңшының оғы баланы жануармен бірге атып түсіреді. Екінші бөлім. Риктің баласын аңшы байқамай атып жіберген. Ер адам сол маңда Хершелдің фермасы барын айтуда. Бас кейіпкер осы жерде жаңа кейіпкерлерден баласына көмектесуін сұрайды. Хершел есімді шал бұл жерде Бет пен Мэгги есімді қыздармен және басқа да адамдармен мекен етуде. Атыс даусын естіген Лори да жүрегі бір жамандықты сезіп алаңдауда. Карлдың жағдайы мәз емес, ол көп қан жоғалтқан. Бірақ не болса да оған ота жасап оқ-дәріні алу керек. Риктің қаны баласымен сәйкес келетіндіктен ер адам баласынан алысқа кете алмайды. Сондықтан дәрі-дәрмекке Шейн мен өзін кінәлі сезінген аңшы аттанбақшы. Орманда көліктерге қайтқан топқа тірі өлік шабуылдайды. Осы сәтте Мэгги атпен шауып келіп, Андреяны құтқарып, Лориге баласының жаралы екенін айтып әйелді алып кетеді. Тидоктың да жағдайы қиын болғандықтан Глен Хершелдің үйіне досын алып бармақшы. Шейн мен аңшы болса дәрі-дәрмек бар жерге келеді. Бірақ бұл жерде тірі өліктер қаптап жүр. Екеуі өліктерді алдарқатып, амалын тауып дәрілерді алып шығады. Бірақ қайтар жолда қиындыққа тап болады. Олар өліктерден қашып ғимаратта қамалып қалған. Үшінші бөлім. Бөлімнің басында Шейн жуынатын бөлмеде тұрып шашын алуда. Оның бір дүниені ұмытқысы келетіні анық. Артынша не болған анықталады. Шейн мен аңшы өліктерден қашып ғимарат ішімен жүгіріп келеді. Екеуі жоспар құрып қашпақ болады. Бірақ аңшы аяғын жарақаттап алған. Ақырында амалын тапқан екеуі сыртқа шығып, арттарынан ерген өліктерден қашуда. Баланың жағдайы нашарлағандықтан Хершел ота жасауды ұйғарады. Осы сәтте дәрілерді алып Шейн жетеді. Ер адам аңшыны құтқаруға барын салғанын айтып жылауда. Ақыр аяғында мал дәрігері Хершел Карлдың отасын ойдағыдай жасаған. Баланың жағдайы бір қалыпты. Шейн осыдан кейін суға түсіп бөлімнің басындағы көрініс көрсетіледі. Ер адам не болғанын есіне түсіруде. Олар арттарынан ерген өліктерден қашуда. Екеуі де аяқтарынан жарақат алғандықтан тездетіп жүгіре алмайды. Осы сәтте Шейн аңшының аяғынан атып, өліктерге жемтік ретінде қалдырып, өзі қашып кеткен. Төртінші бөлім. Хершелдің фермасына қалған топ өкілдері келеді. Карлдың да жағдайы жақсарып қалған, бірақ София табылмады. Сондықтан олар қызды іздемекші. Мэгги мен Глен қалада аман қалған дәріханаға келіп, керек жарақтарын алады. Глен бұл жерден Лоридің сұраған затын алмақшы. Осы жерде таңдаулары көп емес, жігіт пен қыз көңіл қосуда. Лори жігіттен жүктілікті анықтайтын затты сұратқан. Жағдай әйелдің ойлағанындай болады, яғни оның аяғы ауыр, және бала Шейннен болуы мүмкін. Бесінші бөлім. Топ Хершелдің фермасына орнығып, сыртқа шатыр тігіп түнеуде. Олар күнде Софияны іздеумен болады. Шейннің ойынша, кішкене қыз үшін барлығының өмірін қатерге тігу ақымақтық. Өйткені София ендігі тірі болуы екіталай.
Басқасы басқа Дэрил қызды бар ынтасымен іздеп жүреді. Солай ол қиындыққа тап болады. Ол үріккен аттан құлап, өз жебесіне жараланған. Өзенге түскен ер адам қарусыз алысқа бармайтынын түсініп, су астынан арбалетін тауып, жоғарыға көтеріледі. Әрине, жаралы ер адамға бұл оңайға түспеуде. Есінен танған Дэрил есін жия сала тірі өліктің аяқ киіміне жабысып тұрғанын аңғарады. Ол екі өлікті жайғастырып, құлақтарын мойнына алқа ретінде іліп, ақыр аяғында жоғары көтеріледі. Түрінен түр қалмаған жаралы Дэрил ақсаңдап тұраққа келеді. Оны тірі өлік деп ойлаған Андреа атып тастайды. Абырой болғанда оқ басын жанап өткен. Ал жүкті болып қалған Лори не істерін білмеуде. Мэггимен жақындасып жүрген Глен қызды шөп қораға шақырған. Ал шөп қораға кіруге тыйым салынған. Сондықтан қыз жігіттің артынан асығуда. Өйткені ол жерде өліктер қамаулы. Ты не должен был их видеть. 6-шы бөлім. Шөп қорадағы өліктерді Хершелдің фермасындағылардың барлығы біледі. Олар қамаулы өліктерді тауықпен тамақтандыруда. Мэгги Гленнен ешкімге айтпауын сұрайды. Қыз жігітке не болып жатқанының барлығын кейін айтып бермекші. Бірақ ішіне соншама сырды жасыра алмаған Глен Дейлға қорадағы өліктер мен Лоридің жүктілігін айтып береді. Дейл бұдан кейін Хершелдан не болып жатқанын сұрайды. Қорада бұл жердегілердің жақындары қамаулы. Ер адам ем табылғанда жақындарын құтқарып алатынына сенімді. Сондықтан құрдасынан ешкімге айтпауын сұрайды. Лори да қауіпсіз жерден кеткісі келмейді. Бірақ Хершел оларды өмір бақи қонақ етуді ойламайды. Лори баланың Риктан екеніне сенімді, бірақ болашағынан қорқады. Сондықтан ол Гленнан қаладан өзіне дәрі әкеліп беруін сұрайды. Дәріханаға келген Глен мен Мэггиға тірі өлік шабуылдайды. Екеуі одан әрең құтылып, Лоридің түсік жасататын дәрісін әкеліп береді. Глен онымен қатар сәбиге арналған дәрумендер әкелген. Енді таңдау еркі Лорида. Ол түсік жасататын дәріні ішіп, артынан құсып тастайды. Дейл Шейннің іші алай-дүлей екенінен хабардар. Сондықтан ер адам оның кеткенін қалайды. Рик түсік жасататын дәрінің бос екенін көріп, не болғанынан хабардар болады. Ер адам досы мен әйелінің арасында болған жағдайды іштей сезген. Бірақ ол әйелін жазғырмайды. Ты думала, я мертв? Так? Да. 7-ші бөлім. Глен мен Дейл қалғандарына қорада тірі өліктер қаптап тұрғанын айтуға шешім қабылдайды. Барлығы бұның дұрыс еместігін түсінеді. Бірақ бұл жердің қожайыны олар емес. Оған қоса бұл жерден кете алмайды. Өйткені қыз әлі табылмады. Хершел қорадағы жағдай жайлы сөйлесуге келген Рикқа бір апта ішінде кеткендерін қалайтынын жеткізеді. Кейіпкер шалға әйелінің аяғы ауыр екенін айтып, бұл жерден қумауын сұрайды. Шейн тірі өліктер қаптаған маңда жай бір рақат ұйықтай алмайды. Олар не кету керек, болмаса өліктерді бір жақты ету керек. Бірақ Лоридің аяғы ауыр екенін естіп, қалған дұрыс деп ұйғарады. Шейн баланың өзінен екеніне сенімді. Ал Лори олай болған күннің өзінде әкесі Рик болатынын айтуда. Хершел ауру деп санайтын тірі өліктерді Риктен қораға қамауға көмектесуін сұрайды. Олар аса қиындықпен Хершелдің бұрынғы таныстарын жетектеп қораға бет алады. Шейн болса басқа амалдары жоғын айтып, барлығына қару таратып, қорадағы өліктерді өлтірмекші. Олар екі өлікті жетектеп келе жатқандарын көріп, наразылықтарын білдіріп, Шейн біреуін өлтіріп тастайды. Артынша қора есігін бұзып, өліктерді шығарады. Енді барлығына тірі өліктердің көзін құртудан басқа амал қалмайды. Барлығы тынышталғанда, қорадан ең соңында тірі өлікке айналған София шығады. О, Боже. София. Сегізінші бөлім. Шейн Софияны көп уақыт іздеп жүргендерін айтып, шалдың айтпағанын алға тартып кінәлауда. Бірақ олар білмеді. Шейн өлтірген аңшы өлмес бұрын қызды қамап қойған болуы мүмкін. Не болса да, ақыры барлығына мәлім. Бұл қатал әлемнің заңдылығы осы. Хершел енді келімсектердің кеткенін қалайды. Дейл болса Шейннің өте қауіпті екенін, оның аңшыны өлтіргеніне сенімді екенін айтуда. Және ол ерте ме кеш пе біреуге зақым келтіретініне сенімді. Болған жағдайдан кейін Хершел да жоғалып кеткен. Ал оның кіші қызы ауырып қалған. Рик пен Глен шалды қаладағы сыраханың бірінде ішіп отырған жерінен табады. Шалдың ендігі үміті үзілген. Олардың артынан аттанған Лори жол апатына түседі.
Кейіпкер шалды қанаттандырып, үйіне қайтуға көндіргенде екі ер адам келеді. Олардың есімі Дэйв пен Дори. Екеуінің әңгімелерінің арты жақсылыққа алып бармайтыны белгілі. Оған қоса Риктің тобы аттанған Форт Пеннингтің астан кестеңі шыққанын айтуда. Артынша олар үшеуінің тұрақтары қайда екенін сұрайды. Әрине кейіпкерлер анық-қанығын айтып, әдепсіз адамдарды қонақ ете алмайды. Жағдай шиеленіскендіктен Рикке екеуін атып тастауға тура келеді. 9-шы бөлім. Жол апатына түскен Лори ес-түссіз кешке дейін жатады. Ол өзіне шабуылдаған өліктерден әреңдеп құтылады. Лоридің жоқ екенін аңғарған үйдегілер әйелді іздеуге шығады. Ал Рик екі адамды өлтіргеннен кейін бұл маңға жолдастарын іздеп көлікпен адамдар келеді. Рик бастаған үшеуі сыртқа шыға алмай қалған. Кейіпкер оларға жолдастарын амалсыз өлтіргенін айтады. Бірақ олардың келіссөзі нәтиже бермей, атыс басталады. Атыс нәтижесінде кейіпкерлерге шабуылдағандардың бірнешеуі мерт болады. Ал кейіпкерлер атыс даусына қаптаған өліктерге қарамастан қақпаға аяғы кіріп кеткен жігітті құтқаруға тырысады. Шейн апатқа ұшыраған Лориді тауып, Рикті келді деп өтірік айтып, әйелді кері алып кетеді. Таң ата үшеуі фермаға келеді. Жандарында өздеріне шабуылдаған Рэндалл есімді жігіт бар. Шейн қауіп төндіретін адамды алып келгендеріне разы болмайды. Осы сәтте ферма иесі Хершел оны орнына қояды. Артынша Лори да Рикке Шейннің әлі де өзіне жабысып жүргенін, бұлай жалғаса берсе арты жақсылық қалып бармайтынын айтады. Он опасен, Рик, и он не остановится. 10-шы бөлім. Рик досымен араларындағы әңгімеге нүкте қою үшін жеке сөйлеседі. Шейн оған аңшының өліміне қатысы барын мойындайды. Кейіпкер артынша Лори мен араларындағы қатынасты түсінетінін, бірақ ендігі жақындамауын бұйырады. Болмаса Шейннің жолы бөлек болуы керек. Бұл екеуі бекер сыртқа шықпаған. Олар жаралы жігітті емдеп болғандықтан қауіпсіз жерге апарып тастамақшы. Олар жігітті алып бір мектепке келеді. Жан-жақты барлап қауіпсіз екендігіне көз жеткізгеннен кейін жігітті осы жерге тастап кетпекші. Рэндалл өзінің керегі болып қалатынын айтып тастамауын сұрайды. Екеуі оның сөзіне мән бермей кеткелі жатқанда жігіт Мэгги мен бір мектепте оқығанын айтады. Демек ол ферманың қайда екенін біледі. Шейн оны өлтірмек болғанда Рик тоқтатады. Осы жерде екеуінің арасында жанжал шығып, арты төбелеске айналады. Екеуі төбелесіп жатқанда Шейн ғимараттың терезесін шағып тастайды. Ал ғимаратта тірі өліктер қаптап жүр. Рэндалл қол аяғын пышақпен босатып, өзіне шабуылдаған өліктен құтылады. Рик ақыры соңында жігітті алып тұзаққа түскен Шейнді тастап кетіп қалады. Әрине ол ескі досын тастап кетпеді. Ол Рэндаллмен бірігіп көлікпен Шейнді құтқарады. Рик жігіттің жағдайы қалай болатынын шешпеді. Сондықтан олар Рэндаллды байлап көліктің артына қайта салады. Ал өз-өзін ұстай алмай жүрген Шейнге есін жинау керектігін айтады. Это моя жена. Это мой сын. И это мой ребенок. 11-ші бөлім. Бөлімнің басында Дэрил Рэндаллды байлап қойып соққының астына алуда. Оның білгісі келетіні Риктерге шабуылдаған адамдар кімдер? Жігіт өзінің ол топқа амалсыз қосылғанын айтуда. Не болса да, ол топтың жақсылық алып келмейтіні анық. Рик қауіп төндіретін жігітті өлтіруден басқа амал таппаған. Дейл жас жігітті бекерге өлтіргенін қаламайды. Ол қалғандарын да көндіру үшін уақыт беруін сұрайды. Бірақ оның барлығын райынан қайтару үшін тырысқан әрекеті нәтиже бермеуде. Ақыры соңында барлығы қауіпсіздік үшін жігітті өлтіруді дұрыс көреді. Рик оны өлтірмек болғанда баласы Карл келеді. Бұдан кейін кейіпкердің батылы бармай жігітті алып кетуді бұйырады. Енді олар жігітті тұтқында ұстамақшы. Жігітті өлтірді деп ойлап көңілі түсіп жүрген Дейл сырттан шек қарны ақтарылған сиырды көреді. Осы сәтте оған тірі өлік шабуылдап, өте ауыр жаралайды. Шал қиналмас үшін Дэрилге оны өлтіруге тура келеді. 12-ші бөлім. Топ адал достарын ақтық сапарға шығарып салады. Рик енді бұдан былай Дейл қалағандай адамгершілікпен өмір сүретіндерін айтуда. Бірақ Шейннің ойы өзгермеді. Бұл әлем енді бұрынғыдай болмағандықтан қатал әрекет жасау керектігіне сенімді. Хершел да ендігі осы топпен бірге өмір сүру керектігін түсініп, адамдарды үйіне жайғастырады. Лори да ақыр аяғында араларында болған жағдай үшін Шейннан кешірім сұрайды. Кейіннен қалғандары жібермек болған Рэндаллды Шейн ешкімге айтпай алып шығып, тобы қайда екенін сұрайды.
Ер адам оны өтірік тобына апармақ болып, көзін құртып, өз-өзін ағашқа соғады. Содан кейін топқа қайтып келіп, Рэндалдың қаруын алып қашып кеткенін айтады. Олар бөлініп жігітті іздей бастайды. Ізгезуші Дэрил жігіттің ізін табады. Осы сәтте оларға тірі өлікке айналған Рэндал шабуылдағандықтан оны өлтіреді. Дэрил оны тексере келе, мойны сынғаннан өлгенін анықтаған. Ал Шейн Рикті арам ойын жүзеге асыру үшін басқа бағытпен алып кеткен. Рик досы өзін өлтіру үшін алып келе жатқанын түсінеді. Шейннің ойынша, ол Карлға жақсы әке, Лориға мықты күйеу болмақ. Рик оны райынан қайтаруға тырысып, барлығын ұмытуды ұсынады. Осы сәтте кейіпкер досына жақын келіп, бәксін кеудесіне қадайды. Жылап отырған әкесінің жанына Карл келеді. Рик баласын алысқа алып кетпек болып жақындағанда, Карл қаруын кезенеді. Бала солай қайта тіріліп, тірі өлікке айналған Шейннің басынан атады. Ал атыс даусын естіген өліктер қаптап келеді. 13-ші бөлім. Бөлімнің басында қаладағы тірі өліктер көрсетіледі. Олардың барлығы тікұшақ даусына қарай жүруде. Мыңдаған өліктерді қоршауда тоқтата алмаған. Олар атыс даусын естіп фермаға бет алады. Дэрил фермаға келіп, Рэндалды тапқанын, бірақ жағдай басқаша болуы мүмкін екенін айтуда. Ауладағы Рик баласына болған жағдайды түсіндірмек болғанда, тірі өліктерді байқап, үйге дейін жете алмайтынын түсініп, қораға жасырынады. Ал үйдегілер өліктердің тым көптігіне қарамастан үйді қорғамақшы. Рик баласымен қораға жанармай шашып, Карлға белгі бергенде от таста деп, өзі барлығын дауыстап шақырып ішке кіргізеді. Ал өзі жоғарға көтеріліп, Карлға белгі береді. Қалғандары көлікпен жүріп, өліктерді атуда. Ал біреуі жүк көлігін қораға жақындатып, Рикті баласымен құтқарамын деп, өзі құрбан болады. Олар қанша атқанымен өліктер азаятын емес. Ал Рик баласымен орманға бас сауғалайды. Қалғандарына да үйден қашудан басқа амал қалмайды. Олар мыңдаған өліктер қоршауында қалған. Фермада жалғыз қалған Хершелді Рик келіп құтқарып алып кетеді. Андреа оның соңынан қуып жете алмайды. Ал Кэролды Дэрил құтқарған. Солай топ пірім-пірім болып жан-жаққа қашқан. Рик Софияны жоғалтқан жерге келеді. Ол достарының осы жерге келетініне сенімді. Тидок Лоридің айтқанымен көніп, сол жерге бет алады. Бұл жерге артынша топтың барлық өкілдері келеді. Араларында тек Андреа ғана жоқ. Топтың оны өлдіге балағаннан басқа амалдары қалмай сапарларын жалғастырады. Бірі алысқа бармайды. Олардың жанармайлары таусылған. Рик осы жерде топқа орталықтағы бункердегі дәрігердің өзіне не айтқанын хабарлайды. Олардың барлығы індетке шалдыққан. Егер біреуі өлікті істемей өлсе де, тірі өлікке айналады. Артынша Рик әйеліне Шейнді өлтіргенін, ол тірі өлікке айналғанда Карл оны атқанын айтып береді. Кешке қалғандарына да болған жағдайды айтып, ешкім қарсы болмаса топты өзі басқаратынын, енді ешқандай демократия болмайтынын жеткізеді. Ал Андреа өліктерден қашып орман ішімен келеді. Бірақ оның мүмкіндігі шамалы. Тірі өлікке ұсталған әйелді екі өліктің қолын шауып, ит секілді жетектеп жүрген ниндзя құтқарады. Осылай екінші маусым аяқталады. Арнаға тіркеліп лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Және телеграм арнаға тіркеліп кетіңіз. Сіздермен Киномен.